Өксірайын агробанкінде жұмыссыз адамдарға кредит беріліп жатыр да қазіргі күнде. Тәртібі жаңағыдай жұмыссыз адам өзін-өзі пәнделеген болу керек. Егер жұмыстан шығып кеткен болса, кемінде 2 ай болу керек та жұмыстан шығып кеткен. Біздерде мысалы жұмыссыз адамдарға 5 миллион сомға шеген, 17 миллион сомға шеген, 50 миллион сомға шеген беріледі да, максимально 50 миллион. Жұмыссыздарға ма? Жұмыссыз адамдарға беріледі да, сол кредит. Енді жұмыссыз адам кредит алғаннан кейін қасына кепіл керек болады да, жұмыс істейтін адам, айлығы бар адам. Сол айлығы бар адамның айлығына қарап, сізге қанша шығатыны белгілі болады да. Мысалы 50 миллион сомға шеген, жұмыс істейтін кепіл алып келсеңіз, қаншаға тартады? Мысалы 20-25 миллионға тартса, сонша сумма ала аласыз да. Егер бір ол азғантай болса, және екінші кепіл қосасыз. Максимально 2 кепілмен шығады да. 50 миллион сомға шеген азаңыз болады. Сіздің Субанктен не аштырып аласыз? Пластик хесап береді. Баяғыдай тәмінатшыға өткеріп, не етпеп жүрмейді да. Өзіңіз арзан жерден, қалеген жерден барып аласыз. Сізге пластик хесап береді. Пайызы еркек адам болса 25% болады. Егер әйел адам болса 2% азғантай болады да, 23%-нан. Әйел адам болса, сол бір қолайлы жер сол. Сөйтіп, басқа керек документ баяғыдай көп зат жинап жүрмейсіз, тек паспорт, өзіңіздің кепілдің паспорты. Сөйтіп, өзіңіз пәтленген аққанда қағаз. Сөйтіп, бұл болған басқа еш документ керек емес та. Бір аптаның ішінде күтіп қалады документ, ондай бір айлап жүрмейсіз. Сөйтіп, жаңағыдай фирмаңыз болса, фирмаға да, мысалы, 317 санлы қарары бар да, 100 миллион сомға шеген залог талап етілмейді. Егер 100 миллионнан 300 миллион сомға шеген залогмен шығады да. Жаңағыдай бір зат істеймен, бір зат істеп шығараман десеңіз, 300 миллион сомға шеген кредит алсаңыз болады. 100 миллион сомға шеген залог сұрамайды сізден, тек өзіңіз кепіліңіздің есебінен 100 миллион сомға шеген кредит аласыз. Бірақ оны пластик хесап бермейді, өткеріп береді комбинацияны. Сат алатын жеріңіз. Бұндай өзіңізде қызықтан сола болса кредит алу. Пенсия жасындағылар кепіл болуы ма? Жас шекарасы бойынша 60 жасқа шеккен болса, кредит жоғалтын уақыты бар ғой, 60 жасқа шеккен болу керек та. Сонда 5 жыл болса, қазір 55 жаста болу керек та кепіл. Кредит жоғалтын уақытта 60 болса кепіл болмайды. 65 болып кетеді да кредит жоғалтын уақытта. Кредит алатын адамның жасы сондай. Жас шекарасы бар. 65 жасқа шейін. Болады, ойдасып көріп, бізде келмейді. Кепіл болмаймыз. Басқа үйіңізде адам болуы мүмкін жұмыс. Біздерде өз 5 аймақ бекітілген, біздерде Ақтерек, Дарсан, Құтанкөл, Табыткөл, Өлгелі Мақан. 5 мақалден адамдар болса, біздерден кредит шығады. Егер сондай, және басқа өзіңіз болмасаңыз, бір таныстаңыз, ағайындаңыз болады ғой. Сол адамдар болса, біздерге келіп хабарласса, кредит шығаруға болады да, жұмыссыз болса. 23%-тен әйел адам болса, жақсы. Түсінікті.